жан болады. Оны білем ғой, тақта сөйтіп жүр ғой, бірақ та андай ғой. Кіммен магазинге барам, ошаға кіммен киім Немен барам десем, мен 11:30-да келемін, бұл 10:30-да келеді. 1 сағат. Кіммен бірге боянам. 1 сағат жалғыз. Кіммен бірге тамақ ішемін. О, назым оралшы. Сағынадым. Уже. Мен үшін орны бөлек просто оны знаете. Орны кәдімгідей бөлек назымның. И изәрі жібере алмай жатырмын. Екі подругам да кетіп қалды. Жанерке де кетіп қалды. Жалпы енді осы үміткердің соңғы үміткерің болсын. Соны тілеймін. Өте әдемі қыз келді саған. Соның бәрі эмоциядан байқадым. Ва деді. И бана бір-екі сөздер естіп қалдым. Габарит жағынан бір дейсіңдер, келіп тұрсыңдар деген сияқты. 18 жасар қыз келіп тұр дегенге мен мына жерде көп ер балалардың арасына бүйткім келіп тұр да. Депші андай. Всем добрый день. Қалайсыздар? Келе жатқан айыптарыңыз құтты болсын. Давно меня не было в сторис. Я сегодня вышла из больницы, пролежала 5 дней. Сказать... Біздің тәтті жол. Осылай жарнамада тұрады екеуі, бір-бірімен сөйлесіп, сырласып. Қалайсыздар? Не болып тұр ғой просто. Жылап отыр да. Жоқ, андай да, кімге өсек айтамын мен. Енді сенің досың да, енді сен досың да, құрбың да сана. Айбек, саған үміткер келді. Қолдары дірілдеп жатыр ғой. Вот енді романтиканы көрсететін кез келді, иә? Иә, енді білмеймін қалай болады. Мен өзімнің басымда 1000 сценарий придумать еттім, маған үміткер келсе қалай болады деп, бірақ та дәл осындай мен қобалжуды ойламаппын. Андай істеймін, мындай істеймін, встреча барғанда былай істеймін деп ойладым. Ал қазір именно осы жерде ойламаппын да, осы жерге келіп, даже А деген әріпті ұмытып қалып деп жатырмын. Мандраж болып жатсың ба? Что я очень устала в больнице, это ничего не сказать. Домой пришла, сразу искупалась, приняла душ. По мне видно, да, что я болею. Хотела бы очень многое сказать про больницу, но не хочу тратить энергию на негатив. Я дома, все хорошо.